2 қаңтарда айтыскер ақын Серікзат Дүйсенғазының ұлы қайтыс болған еді. Ол қайғылы жағдай қалай болғанын толық мәлімдеді. Бұл туралы ел бағдарламасында айтылды. Бұл жағдай 2 қаңтарда болды. Жыл сайын жаңа жылды тойлағаннан кейін достарымызбен, 4 отбасымыз балаларымызбен демалуға барғанбыз. Біздің ұл да кішкентай кезінен бастап тебеді, жақсы тебеді, үйренген. Бірінші күні Нұртау деген шаңғы кешенінде тептік. Ол Бурабай мен Көкшетаудың ортасында ертеңіне Елікті деген шаңғы кешеніне бардық. Ол Зеренді ауданына қарайды. Барған кезде Елікті Нұртаудан жақсы деп ойладық. Жарнамасы керемет, шындығында олай емес екен. Барған кезде жаттықтырушы сұрадық. Кішкентай қызыммен бардым. Сәбит деген досым бар. Ол да кішкентай балалармен барды. Қалған үлкен балалар өздері теуіп жүрді. Жаттықтырушы жоқ деді. Қызыма өзім жаттықтырушы болдым. Балама қарай алмаған себебім содан ол сол биіктен неше рет түскен, оның сурет видео айғақтары бар. Соңғы рет түскеннің алдында Айболат досымыз түсіріп алған. Ол талдың қасына келіп тоқтаған, деді Серікзат Дүйсенғазы. Қар қалың болса, шаңғы қатты жүрмейді. Біз 4:30-да кетуіміз керек. Ол сағат 4-тің мөлшерінде шығып кетеді. Тауға шыққанша 15-20 минуттық жер, 4-ке 9-10 минут қалған кезде анасы түсірген. Қасында бір жігіт бар. Сол беті түскен жоқ. Анасы видеоға түсіріп тұрды. Оны көрдім. Қасымнан күліп өтіп бара жатты. Түседі ғой деп, қызыммен түсіп кеттім. Содан іздедік. Кей кезде суретке түсіп жүреміз. Сөйтіп жүрген шығар деп ойладым. Достарымыз да жоқ. Солармен бірге жүрген шығар деп алаңдаған жоқпын. Анасы бала жоқ деп мазасыздана берді. Алдында тіпті бармайық деген, мен барып келейік деп қоймадым. Ары жүгіреміз, бері жүгіреміз, іздедік. Анасына жалға алатын жерден сұра дедім. Ол сол жаққа кетті. Соғылған кезде анасы сезіп тұр ғой. 1,5 сағатта іздедік. Олар білген, бір-біріне сілтеген, куәгерлер көрді дейді. Олар жедел жәрдемге, полицияға, төмендегі жігіттерге хабарлаған дейді. Қасымызға қарда жүретін көлік келіп тұра қалды. Артында тіркемесі бар. Қатты жүріп шығып кетті. Не болды екен деп қарап қалдық. Сұрадық. Сөйтсе, бір адам аяғын ауыртып алыпты, түседі депті. Енді біреулер отын тасып жүр депті, деді ол. Серікзат Дүйсенғазының айтуынша, баласын іздеп 1,5 сағаттай жүріп қалған. Қас қарайып бара жатты. Бәрі шаңғыларын өткізіп жатыр. Қуандықпен теуіп жүр деп ойладым. Бір кезде Қуандық түсіп келе жатыр. Әлихан жоқ дедім. Өңі қашып кетті. Анасы ана жаққа кетті. Қасына баршы дедім. Қарасақ таудан қарда жүретін көлік түсіп келе жатыр. Тіркемесін тіркеп алған. Артында жамылғыға ораған бірдеңе бар. Әлихан болмаса екен деп Құдайдан тіледік. Аяғым жүрмей қалды, тұрмын. Аяғым жүрмейді. Құлап түсемін. Еңбектеп жүремін. Жүгіріп барамын. Бір кезде анасының айғайлаған даусын естідім. Барсам балам жатыр. Көгеріп кеткен. Анасы әлі жылы деп құшақтап үстінде жатыр. Жедел жәрдем шақырып қойған. Қызметкерлер қашып кеткен. Өзіміз апардық. Барсақ, полиция келсін деп қозғалмайды. Бір кезде біреуі шешесіне қарап, балаңы жоқ, қайтыс болған деді. Шешесі құлады. Екеуміз екі жақта құладық, деді ақын. Еске салайық, бұған дейін Серікзат Дүйсенғазының ұлы қайтыс болғаны хабарланған еді.